Батырлар жыры. Қобыланды батыр батасын беріп қол жайып, жат қылады құданы, үстіне сауат кигізді, жанына байлы болатты, беліне садақ ілгізді, тапсырдым деп жалғызға. Амандасып жүргізді, жүрегі таймай баланың, ерлігін кәміл білгізді, тобылғы меңді торы атпен дөңгелетіп жөнелді, атып жатқан жерінде іркілместен келеді, келгендігін баланың, көктің маймақ көреді, айбатынан сестеніп. Балана келген сынады, Қобыландыдай төрені, қазақтың ері келді деп, кезім көктің маймақ патшасы, кезекті болған береді, кәміл пілі жебеді, қолына алып толғанып, қозы жауырын жебейні, ат үстінен шіреніп, сонда тұрып тартады, кәміл пілер. Сенгенді құрылы бақан басында екі бөліп ұшырды, ай астына тенгені құртқа бөріп батырды. Шашып басына, бұралып келді қасына, нұрына тойып түнгені, көзі көрмей өңгені, іздеген теңім келді деп, патшаға салып жеңгені, айтқан сертінен қайталмай, 30 күн ұдай ойып қып, 40 күн ұдай тойып қып, көкті маймақ атасы қыз құртқаны бергені, жұрты жиып той қылып, аққа белін шешіпті, пайғамбар құда несіпті, құртқа сынды сұлуды. Қобыландыдай батырға берейін деп жатқанын 45 кез қызыл ер хабарын мұңын есіпті. Менімен күресіп, жыққа алар десіпті. Аты тоңнан олжалап, аман қайтса жарар деп, өзінше желді есіпті. Бетіне жағын қаратпай, көңілі әбден өсіпті. Бұл сөзді естіп Қобылан, артында жау қалдырман, берсе Құдай несіпті. Мініп алып атына, қызыл ерге келеді, келіп те сөйлей береді. Қобыланды келді шықсын деп, дауыстап хабар береді. Шықпағасын қызыл ер, жүгіріп үйге енеді. Төсекте жатып қызыл ер Қобыландыны көреді. Аяғыммен күрестеп бір аяғын береді. 60 құлаш ала атқан қызыл ердің ілулі босағада тұр еді. Іліп алып аяққа, мініп алып торы атқа дүрілдетіп жөнелді. Қызыл ерді сүйреткі қылып үйретті. Ішінде шеңгел тікенге өкпе бауырын түйретті. Тақымға салып сүйретіп, қабырғасын күйретті. Менсінбеген дұшпанды ақыл тауып үйретті. Көкпар қылып дұшпанын тометасы күңіретті. Қорлық пенен өлсін деп қызыл ерді еңіретті.